Фамилия аты жөндеріңді айтыңдар. Түсір деп немене сыбырлап атсың? Сен кеше айттың ғой, адал қызмет жасап жатырмын деп, миллиардтар ұрлап атқан. Жоқ, енді миллиард ұрлап атқан отаныңды жаңағы. Сіз кеше айттыңыз, ақылдасайын дедіңіз. Мысалға отаныңды, мемлекетті өлтіріп атқан адамдарға криша болып жүрсің ғой сен қазір, шындық айтқандар. Немене түсіресің менің рұқсатымсыз? Менің рұқсатымсыз немене түсіріп тұрсың? Немене битіп көрсетіп, сен битіп көрсеткенде оқи аласың ба? Дұрыстап қой мына жерге, оқи алмаймын үйтіп мен. Указание бермеңіз. Сен заңды тірлік істеп жатсың ба қазір? Мен сізге көрсеттім. Жұмысыма келіп, менің заңсыз қудаланып атқан дүние жүзінің рекордсмен, спортсменді жазықсыз қамап отырсыңдар қазір. Соған жазықсыз қамалған адамға куәгер болып тұрсың. Сол заңды ма? Сонда заң қарапайым халыққа ғана жүре ма? Жоқ, қарапайым халыққа ғана жүре ма заң сонда? Неғып заң? Жоқ, неғып заң деген ана миллиард ұрлап атқандарға, адам өлтіріп атқан жоғардағы аманатың бар, анау Көлебаеваң Forbes журналындағы 30 жыл тонағандарға неге заң жүрмейді? Неғып қарапайым халыққа ғана заң жүреді? Соны түсіндіріп берші. Сен адал айлық алып жатырмын дедің ғой, ал қарапайым халыққа ғана жүре ма заңдарың сонда? Соны айтсай, сен адал қызмет етіп аттың дейсің ғой. Сіз айтыңыз, ақылдасайын, ертең неге сен мен айтысып тұрсың, жауап берсей сөзіме. Мен халықпын, менің сөзіме жауап бер, мен де адаммын, саған сұрақ қойып атқан. Менің арқамда сен, біздің налогтың арқасында айлық алып жүрсіңдер ғой сендер. Соны сен өзіңнің балақшаңа харам қылып апарып атсың. Өйткені елімізді, мемлекетімізді өлтіріп атқан миллионерлердің ұрлап атқандарды сен криша болып атсың. До конца тыңда адам сөйлеп атқанда. Мәдениетсіздік ол біреудің сөзін бөлген. Сіз де тыңдай біліңіз. Сіз айтыңыз. Мен сөйлеп атқанда сен жарысып сөйлеп атсың ғой еркек басыңмен. Еркектерге сен кір келтіріп тұрсың қазір. Азамат деген нәрсеге кір келтіріп тұрсың, айтысып мен сөзімді до конца тыңдамай. Мен правпын, өйткені халықты қанап атсыңдар сендер. Жазықсыз Тоқаев жаңағы ат дегенмен Тоқаевты қамамай, халықты қамап атсыңдар қазір. Халыққа стрелканы бұрып қойып, жазықсыз қаншама адамды. Сен харам үйіңе ақша апарып атсың. Криша елімізді тонағандарды кришавайт етіп атсыңдар сендер. Дәлелі бар ма? Дәлелі тұр ғой мені қаншама адамдар төртінші билікте нетіп атыр. Мен бүгін бармаймын, боссыңдар. Бүгін емес, ертеңге. Бармаймын, ертеңде жүрегім ауыратыр. Күнді көріп тұрсың ба 45 градус. Бүгін келіңіз. Ақылдастым. Денсаулығыма байланысты 40 градусқа жүрегіммен давлениям ұстап атыр менің. Еш жаққа бара алмаймын. Енді бұл жерде мені дәрімен отырмын мен. Ем болсын. Енді врач шақырып емделмейсіз бе? Емделдім, 2 рет скорый шақырдым. Не дейді, выписка берді, заключение? Дұрыс па бәрі? Мен кім асырайды? Қазір осындай неде мен квартирам бар, мен бар. Выписка, берген жоқ, неменеге береді? Бермесе, значит, жағдайыңыз жақсы ғой сіздің. Жағдайым жақсы емес, жақсы болса мен неменеге саған? Әрине, мен де врач емеспін, бірақ сізден болды, боссыңдар, бармаймын. Қашан барасыз? Денсаулығым қашан нормальный болады, сол кезде барам. Сол заңсыздықпен күресе мен нервім, жүрегім бәрі сендердің кесірлеріңнен ауру болған қарапайым халық. Қарапайым халық ауру болған, сен харам ақша тауып атсың. Бала шағаңа адал емес, харам біздің ақша саған бұйырмасын. Сол халықтың налогынан төленіп атқан ақшаны аласыңдар, бірақ бандиттерге жұмыс дейсіңдер. Соларға криша болып, әйтпесем соларға неғып соттамайды? Сөзіңізді бөлдім. Екінші рет кеп тұрмыз. Екінші видео фиксация бар, отказға келіп жатқаныңыз. Сіз айтыңыз. Денсаулығыма байланысты, мен де адаммын, құқығымды таптамаңдар. Тек қана қарапайым халыққа ғана заң жүреді. Қашан келуге болады сізге? Айтып тұрмын ғой, mesela қазақша тағы айтам, 10-ші рет қайталап айтам. Денсаулығым қашан жақсы болады, сол кезде бара аламын. Сіз қазір қаралып жатсыз ба? Қаралып жатырмын. Қай жерге, қай поликлиник барып білейік? Қай терапевт? Енді барам. Скорыйге батыр. Сіз айтыңыз ол скорый шақырды. Мен заңсыз қамалған адамға куәгер боламаймын. Тағы айтам, Тоқаев заңдарының бәрін өздеріне ыңғайлы қылып жасамасын, халыққа ғана заңдары жүреді да, қарапайым халыққа заң жүрмейді. Болды, боссыңдар. Түсірме менің, рұқсатымсыз түсірме. Ертең бәрібір жауап бересіңдер осы тірліктерің үшін. Түсірме деймін, мен рұқсатымсыз түсірме. Сіз қазір отказға кетіп тұрсыз ғой? Неғып бетің жауып атсың? Бетің несін жабасың? Уже әлем таниды ғой сені.
Жоқ, қазір отказға кетіп тұрсыз, сіз айттыңыз ғой. Мен денсаулығыма байланысты провокация жасамасай, неге бір сұрақты қайта қоя береді, мынан психикасы дұрыс па өзі? Жаңа айтты, отказ жасадым деп, мен денсаулығыма байланысты деп айттым. Неменеге қайталай бересің, провокация жасап тұрсың ба маған, нервімді ойнатып әдеге? Мен сізге өз сөзім... Құдалама, саяси құдалау болып жатыр ғой қазір. Ертең келдіңіздер. Оның бәріне жауап бердім ғой жаңа саған. Денсаулығыма байланысты дедім. Жоқ дедім саған справка. Қайта неменеге сұрай бересің? Қашан барасыз терапевтке? Қашан жақсы болам ба 40 градус? Қашан түседі, сол кезде барам. Бармауым да мүмкін. Өйткені ол Марат Жыланбаев деген қылмыскер емес. Көлебаев, Дариғалар миллиардты ұрлап, шетелде шоты барлар қылмыскерлер. Мен аузыма шықты ма қылмыскер деп айттым ба сізге? Не үшін қамап отырсыңдар онда? Не үшін жүгіріп приказ орындап жүрсіңіз? Қылмыстық приказ орындап жүрсіңіз. Повестканы қолыңызға тапсыру. Қылмыстық приказ орындап жүрсіңдер, сендер қылмыстық приказ орындап жүрсіңдер. Болды, мазамдалмай кетіңіздер. Кетіңіздер, мазамдалмай. Мен жүрегім ауырып жатыр. Кетіңіздер, келмеңіздер. Мен денсаулығым жоқ, сендердің нервтерің ойнатып, қайта қанша активисті өлтірдіңдер онсыз да. Құдалап.